Ринат Зайытов жайлы жедел мәлімдеме. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бір дана лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Айтыскер ақын біраз уақыттан кейін үн қатты. Ұзақ үзілістен соң алғаш жазба жариялады. Көпшілік бастапқыда ашулы пікір жазғанымен кейіннен қолдау көрсетті. Ринат Зайыттың президенттік сайлау кезінде белсенділік танытқаны бәрінің есінде. Сайлаудан соң өзім де алдандым деп кешірім сұрады. Осыдан соң көпшілік оған сенбестік танытты. Айтыскер желіде 2-3 жазба қалдырып көпшілікті еріксіз жылатты. Әрбір адам ертең не алаңдар, дей алмайтын, таусылмайтын шамам бар. Жек көрсең де, кектенсең де себепсіз, мен сендерді түсінемін адамдар. Біреулер ең алдымен Ринат айтқан сөзі сендер айтып көріңдер тікке, отбасыңды өлтіріп дүние мүлкіңді тәркілеп жібереміз деп қинаса көреміз сендердің сасық намыстарыңның қай жерге дейін баратынын. Жасымаңыз, қасыңдамыз, біз себебі өлмейтін асылданбыз. Қазағымның бір ақыны 100 жасаңыз. Алла оларды кешірсін деп жазды желідегі көрермендер. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе арнамызға жазылып өтіңіз қымбатты көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.